Сонда қалай, маған айтатын басқа сөзің жоқ болғаны ма деп Айжан жалынды. Күрең айғырды мойнынан құшақтап бетін жылқының жалына басып тұрған Бөкен оның сұрағына мән бермеді. Енді бізге кездесуге болмай ма? Оған да жауап болмаған соң қолын Бөкеннің иығына қойып еді, ол иығын лезде бұрып, жоқ деп ақырып жіберіп, атының басынан қамшының сабымен ұрып қалды да, осы жорға мені құртқан, осылар деп қайта-қайта сабалады. Айғыр қарғыды, жұлқынды, бірақ жүгеген жабысқан қол оны жібермеді. Не болды саған? Осы айғыр болмағанда мен сенімен кездеспес едім деп атына шапшаң мініп жорғалата жөнелді. Үзеңгіден ұстаған Айжан етбетімен құлай жаздады. Айжанның көзі жасаурап, шаңдатып бара жатқан. Бөкен ішкі іңірде әбден жоқ болып кеткенше қарап тұрды. Одан кейін суық желді де сезбей, ай толып қалғанын да байқамай, сәл көрініп тұрған шамдардың жарығына қарай жүгіріп кетті. Бөкен күркеге кірместен далада тұрған ат арбаға айғырын күрмей байлады да арба үстіне құлай кетті. Көзін жұмып Айжанды елестетті. Бұл қалай болды өзі? Ши байланған жұмбақ өмір. Есіне әкесінің, балам, олар бізге туысқан болып шықты. Арамыз 7 атадан аспайды. Қарабет болма балам деген сөз есінде. Бөкен бәрін түсінді, бәрін ұқты. Бірақ кеудесі күйіп жанғандай тыным таппады. Көзін ашты. Ай мазақ қылғандай тап төбесінен жарқырап тұр екен. Ұшқан жын көбелектерді көріп, Айжанды қайтадан есіне алды. Ол көбелек қой, әдемі, нәзік көбелек. Көбелек жарыққа ұшамын деп қанатын күйдіреді. Ол күйсе мен қарабет болып қалай өмір сүріп жүрем. Жаным екі бөлінген секілді. Қолымды тигізуге қорқамын. Өзімді ұстай алмаспын. Қайтсем екен, ол енді басқа біреуді табар. Енді оны басқа адам сүйеді. Жоқ деп дауыстап жіберді. Дәстүрді бұзасың, қарабет боласың дейді. Жоқ, болды. Енді оны ұмыту керек. 1-2 жыл өтсең, бәрі көрген түс дейді, тек есте қалар. Ал қазір ол туралы ойланба. Жетті. Сөйтіп ойы шашырап жатқанда көз ілініп кеткен екен. Жорға арбаның үстіне төселген шөпті жел болып, Бөкеннің астындағы көкке тискен кезде тұмсығымен итермелеп оны оятып жіберді. Таң атып қалған екен. Ол күркедегі адамдарды оятпастан асханаға пайдаланылатын күркеге кіріп қымыз ішті. Айнаға көз түсіп, өзінен өзі шошынды. Бұйра шашы бетіне түсіп шашақ болып тұр екен. Көздері құтырған иттік сияқты қып-қызыл. Бөкен шашын дұрыстады да, бүгін оны көрмесем, мен жынданып кететін шығармын. Тек соңғы рет қоштасу үшін деп шешті. Сол күй азанда күрең айғырын жорғалатып жылқыны түнгі жайылыстан қайтаруға шығып кетті. Күн батқанша асығып, Бөкен кешегі жеткен жерге беттеді. Есалаң мас адам секілді басы салбырап, жорғасын тегіншітеп қояды да дауыстап: сен үшін осы бейнеттің бәрі. Егер сен судан жүзіп шықпағанда, мен оны көрмейтін едім, деді күбірлей. Айжан кешегі өзі тастап кеткен жерден қозғалмағандай тұр екен. Бөкен атынан секіріп түсіп, оның алдына келді. Мен білдім, сенің осы жерге қайта келетініңді, деп Айжан қолын созды. Бөкен қолын алып мамықтай езіп, еріне жақындатып, оның саусағынан сүйді. Басқа сөз айтылмады. Айжанның көзінен жас парлады. Бөкен оның жасын сүйді. Еріне кермек дәм білінді. Таңдай кеуіп қалғандай, шөлдеп келіп бұлақтың суын ішкендей болды. Шөлі қанатын емес, абайлап ішеді, бірақ жұмақ дүниеге батып барады. Бөкен болдырып қалған айғырды деміп алып, жайылып тұрған жерінен жетектеп көгалда отырған Айжанның қасына келді. Оны көтеріп алдына алды. Айжан үнсіз, мойнына асылды. Ауылдың шетіне келгенде Айжан: жібер, мен әрі қарай өзім барам. Енді бұл тәтті түс осымен бітті, деп жарыққа қарай жүгіре берді. Бөкен ісі біткендей өзеннің жағасына келді де, атынан түсіп басын ұстап біраз отырды. О, Қарабет, мен не қылдым? Ол бала ғой, әлі 15-ке толмаған. Сен не бүлдірдің деп ойлады өзінен өз жиркене. Оның үстіне бақалардың үні бір-бірімен дауласып жатқандай құлағын жарып барады. Құлағын алақанымен басып отырды да, орнынан атып тұрып: шайтан өзен, деп сыбырлай сөйледі. Тұрған жер оған таныс көрінгендей болды. Қамыстың арасына кірді. Тап сол жерде дәл келгенін білген. Бірақ 3 ай бұрын су жиылғанда тоғай көрінбейтін еді. Бір үйір жылқы осы жаққа келіп, сол уақытта су көтеріліп, жылқы осы бетте қалып қойғанда әкесі оған: міне күрең айғырды ар жаққа зүзіп шық. Олар тек осы жорғаның артынан ғана ереді, деп оны жіберген еді. Бөкен жорғасына ауырлық қылмайын деп, оған ұзын арқан сүйретіп суға түсіріп жүзген. Арғы бетке шықса, жылқының маңында бір қыз бала гүл теріп жүр екен. Бөкенге ол ертедідегі сұлудың өзі сияқты көрінді. Сөз айтылмады, бірақ олар бір-біріне ұзақ қарады.
Бөкеннің жылқысын судан өткізіп шықты. Сол кезден бастап тек бір тілек пайда болды: қызбен қайтадан кездесу. Бір айдан соң суда тартылды. Ол бұл ауылға жиі келіп тұратын болды. Сөйтіп жүріп арманына жетті. Айжанмен кездесіп жүргеніне 2 апта болды. Бөкен дәл сол жер екеніне әбден анықтап көзі жеткесін бұл жерге қалай келгеніне таң қалды. Не болса да тағдыр айдап келген екен. Егер айғыр судан шығарса, онда Құдай мені кешірген, олай болмаса ажалым осы өзенде деп түйді. Жетектеп шетіне келгенде айғыр ұмтылып тұмсығын суға кіргізіп, ауыздығы алынбастан суға бас қойды. Тек сонда ғана жорғасының кешеден бері суғарылмағаны Бөкеннің есіне түсті. Судың дірілінде ай мен жұлдыздар билеп тұрғандай көрінді. Бақалардың үні көбейді. Алдында шалқып жатқан ағын су болса, қазір жайын жүзетін қара өзен болған деп ойлады. Жылқы суға әбден қанған соң Бөкен оны жетектеп өзеннің ортасына келді де басын жіберіп құйрығына жармасты. Бөкен айғырдың құйрығынан айрылмады. Онда күн болса, мұнда түн. Маған енді қажетті күн бе түн бе деген оған ой келді. Жорғаның пырылдаған тынысы естілді. Судан жылқыны шығармай шылбырын қамти ұстаған күйі үлкен ағысқа бағыттады. Бөкеннің қолы қарысып қалған. Оның басы айналды. Жұлдыздар, ай да айналды. Оның ең соңғы рет естігені өзеннің гүрілі, бақалардың үні болды. Ең соңғы келген ойлар: тағы да шөлдедім. Қара бет, қара суға қандыр шөліңді. Бөкен су бетіне түсіп тұрған айдың сәулесін ақырғы рет көріп үлгерді. Әңгіменің соңы.